25 жастағы жастарға айтар кеңесім, қателіктерді көп жасап, ол үшін уайымдамаңыз. Ең бастысы, құлағаннан кейін орныңнан тұрыңыз. Мен бастауыш сыныпты бітіру емтиханынан 2 рет және орта мектепке түсу емтиханынан 3 рет құладым. Университетті бітірген кезде мен жұмыс іздей бастадым және 30 рет менен бас тартты. Сондықтан бұл процестен ләззат алыңыз. Жас кезіңізде өмір сізге ұсынатын сабақтардың пайдасын көргенде, шоудан ләззат алсаңыз, 30-40 жаста сіз өмірлік жұмысыңызда мүмкіндігінше өнімді болуды ойлауыңыз керек. Ал 40-50 жаста сіз өзіңізді қызықтыратын нәрселерге назар аударуыңыз керек. Бірақ сіз 50-60 жасқа келгенде жастарға ақша салыңыз. Өйткені жастар сізден жақсырақ жұмысты жасай алады. Сондықтан оларға сеніңіз. 25 жаста сәтсіздіктер туралы уайымдамаңыз. Бүгінгі әрбір қателік сіз үшін болашақта үлкен мүмкіндік. Білім үшін емес. Болашақта шығармашылық үшін күрес болады. Қиял үшін күрес. Осы әлемді өзгерту және құнды нәрсе жасау мүмкіндігі 15 жыл бұрын интернет ғажайып болды. Интернет өте ақылды және шындыққа жатпайтын нәрсе болып көрінді. Бірақ қазір барлық ақылдылар интернетті пайдаланады. Ғажайыптан бастаңыз деп айта аламын. Менің есімде бізде 24 адам болды. Жұмысқа орналасуға бардық. 23 адам қабылданды, жалғыз менен бас тартқан. Және одан кейін 5-еуміз полицияға жұмысқа орналасуға бардық. 4-еуі қабылданды, жалғыз менен бас тартты. Сондықтан мен бас тартуға үйрендім. Мен Гарвардқа 10 рет құжаттарымды тапсырғанымды айттым. Олар да мені қабылдамады. Мен 15 жыл бұрын бірге тұрған адамдарға өзіміз үшін емес, басқалардың табысты болуына және Қытайдағы жастардың 80% табысқа жетуге көмектесу үшін көп жұмыс істеу керек екенін айттым. Біздің ешқайсымызда бай ата-анамыз, беделді туыстарымыз жоқ. Банкте долларымыз жоқ. Және үкіметтік байланыстардың барлығы бір команда ретінде жұмыс істеу керек. Мен жаһандық нәрселерге назар аударуым керек. Мен сатып алушылар қоғамы қызметкерлерінің акционерлерге деген мүдделерін ескеруім керек. Сондықтан, егер сіз ештеңеге қарамастан өз заттарыңызбен көп жұмыс істей берсеңіз, сізде көптеген мүмкіндіктер болады. Егер сіз бірінші қадамды жасасаңыз, ең болмағанда сізде үміт болады. Жай ғана тынышталып, ойыннан ләззат алыңыз. Одан шығу жолы әрқашан сабырлы болу және сонымен бірге шабуылға дайын болу. Өйткені бизнес бұл бәсеке. Ал бәсекелестік қызық. Бизнес бұл күрес. Егер менің бәсекелесім жеңілсе, мен жеңімпаз боламын. Тіпті жеңілсем де басқа жеңімпаз болады. Мен күресуді жалғастырамын, дамып келемін, ешқашан шағымданбаймын. Мұнда сәттілік маңызды емес. Менің байқағаным, қателескеннен кейін немесе жоба сәтсіз аяқталып, біздің компаниядан кететін адамдар үнемі басқаларға шағымданады және ешқашан бізге оралуға тырыспайды. Олар бірден бас тартады. Олар өздеріне мен мұнда бір нәрсе дұрыс емес істемедім немесе мұнда бір нәрсе дұрыс емес істемедім деп айтпайды. Олар өмірдің осылай өтетінін түсінбейді. Сол кезде Alipay туралы сөйлескен көптеген адамдар маған бұл ең ақымақ идея екенін айтты. Бірақ мен айттым, егер адамдар оны қолданғысы келсе, ақмақтық па, жоқ па, бәрібір дедім. Қазір Alipay'ды 800 миллион адам пайдаланады. 1999 және 2000 жылдары Yahoo кезінде көптеген адамдар Джек ақылсыз, ол адамдарға қажет емес нәрселерді жасайды деп айтты. Қолданыстағы американдық өлкеде жұмыс істеген кезде венчурлық капиталистер сізге ақша береді. Alibaba бұл модель ешқашан жұмыс істемейді деді. Менің алғаш рет Time журналында Crazy Jack деп атағаны есімде. Менің ойымша, жынды болу керемет. Сол кезде бәрі менімен келіссе, бәрі менің идеямның іске асатынына сенсе, менде мүмкіндік болмас еді. Мен инвесторларға біз жинаған ақша үшін өте ризамын. Және олар үлкен ақша тапқан кезде, бұл мен үшін үлкен мәртебе. Және мен оны мақтан тұтамын. Біз бәріміз әртүрліміз және әрқайсымыз бірегейміз. Сондықтан сіздің жеке жолыңыз болу керек. Қазір көбісі көп шағымданады, мүмкіндігім жоқ дейді. Мен де жас кезімде көп шағымданатын және кенеттен шағымдану ешбір мәселені шешпейтінін түсіндім. Кәсіпкер қиындықтар мен жеңілістерден қорықпайды. Ешқашан берілме.
Біз бизнесті бастаған кезде бізде 18 қожайын болды. Оның ішінде мен және осы 17 адамның көпшілігі менің сыныптастарым. Қазір адамдар бұл 18 адамды Қытайдағы ең ақылды адамдар деп санайды. Бәріміз болашаққа сендік. Бәріміз өте оптимист болдық. Біз ешқашан берілмейміз. Егер сіз беделді университеттерді бітірген бай отбасылардан болсаңыз, қарапайым мектепті бітірген кедей отбасынан шыққан адамдарды құрметтеңіз. Біз сияқты кедей отбасылардан шыққан адамдар, өзіңізді құрметтеңіз. Сізде бұл әлемді өзгертуге мүмкіндігіңіз бар. Жолда біз көп қателіктер жібергеніміз үшін өте бақыттымыз. Бүгінгі нәтижеге жету үшін небәрі 19 жыл кетті. Біз қаншама қиын жағдайларды бастан өткердік. Біз адамдар тіпті елестете алмайтын көптеген қателіктер жібердік. Және 19 жыл ішінде бұл қиындықтар бізді өте күшті етеді.